Егер ағылшын тілін меңгеруді жоспарлап жүрсің, бірақ неден қалай бастайтыныңды білмей жүрсең, онда бұл видео сен үшін. Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінің 30-40% құрайтын түбі етістігімен таныс боламыз. Егер осы тақырыпты сіз жақсылап меңгеріп алсаңыз, ағылшын тілінің 30%-ін сіз білесіз деген сөз. Түбі етістігінің тікелей аудармасы болу, орысша быть дегенді білдіреді. Бірақ түбі етістігін біз am, is, are деп жаттап алайық. Себебі етістік дәл осылай жіктеледі, дәл осылай қолданылады. To be, am, is, are. Жіктелуі. I am, мен, you are, сен, we are, біз, they are, олар, he is, he дегеніміз ұлға айтылады, she is, қызға айтылады, ол деген мағына білдіреді. It is жансыз заттарға және жануарларға қолданылады. Жалпы түбі етістігі қашан қолданамыз? Ең бірінші мамандық айтқан кезде, өзіңіздің мамандығыңызды, кім екеніңізді таныстырған кезде қолдана аласыз. Мысалы, I'm a viner, мен вайнермін. You are a viner, сен вайнерсің. We are viners, біз вайнерлерміз, яғни вайнерске s жалғанады, себебі бұл көпше түр, иә? They are viners, олар вайнерлер. He is a viner, she is a viner. Немесе менеджер сөзін алайық. I am a manager, мен менеджермін. You are a manager, сен менеджерсің. He, she is a manager. He егер ұлға айтатын болсаңыз, he да алыңыз, қызға айтатын болсаңыз, she да алыңыз, жарайды ма? We are managers, they are managers. Әр түрлі мамандықтардың ағылшын тілінде қалай болатынын сіздерге қалдырып кеттім. Осыған байланысты өзіңіздің мамандығыңызды комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыз. Екінші, заттарды айтқан кезде. Мысалы, it is a pen, мынау ручка. It is a computer, бұл компьютер. It is an iPad, бұл iPad. Үшінші, қандай деген сұраққа жауап берген кезде, яғни сын есімдермен қолданылады. Мысалы, бір сын есім алып көрейік, rich. Rich дегеніміз бай деген мағынаны білдіреді. I am rich, мен баймын. You are rich, ол бай. He, she дегеніміз ол деген сөз ғой, оған кез келген адамның аттарын қоя берсеңіздер болады. Мысалы, Ерке Есмахан is rich, Ерке Есмахан бай. Немесе Марат is rich, Марат бай. Біз баймыз деп айтқыңыз келсе, we are rich, немесе олар they are rich. Сіздерге ағылшын тіліндегі сын есімдердің барлығын мұнда тастап кеттім. Дәл осылай комментарийге сөйлем құрауды ұмытпаңыз. Кез келген тақырыпты меңгеруде жаттығудың маңызы зор. Төртінші, қайда екеніңізді айтқыңыз келсе. Мысалы, мен өзімнің офисімдамын. I am in my office. Сен менің офисімдасың. You are in my office. He is in my office. She is in my office. We are in my office. They are in my office. For example, Алмаз is in the park. Алмаз паркте жүр. Мұнда сіздерге түбі етістігінің жіктелуі көрсетілген. Бірақ біз дәл соның қысқартылған формасын қолдануымыз қажет. Себебі ағылшын тілінде сөйлейтін адамдардың барлығы қысқартып сөйлейді. Біз қазақ тілінде де, мысалы, не істеп жатырсың дегенде, не істеп жатсың деп айтамыз, иә? Ол біздің қысқартып жіберген түріміз. Дәл солай, I am, I'm. You are, you are. You are, you are. Тез айтасыз. We are, we are. They are, they are. He is, his. She is, she's. It is, it's. Және көп оқушылардың, көп студенттердің жіберетін қателігі түбі етістігі не істейді деген сұраққа жауап бермейді. Яғни ол сөйлемде баяндауыштың рөлін мүлде атқармайды. Мысалы, сіз мен жұмыс істеймін деп айтқыңыз келсе, жай ғана I work. Мен жұмыс істеймін деп айтасыз. I am work деп айтсаңыз, бұл үлкен қате болып есептелінеді. Сіз I am worker. Мен жұмысшымын деп айтқыңыз келсе,
am'ді қолдансаңыз болады to be етістігін. Бірақ мен жұмыс істеймін деп айтқыңыз келсе, I work. Am деген түсіп қалады, мұнда болмайды am деген. Жарайды ма? Дәл солай мен билеймін деп айтқыңыз келсе, I dance. I am dance деп айтқан үлкен қате болып есептелінеді. Егер мен билеймін, мен жеймін, мен көремін деп айтқыңыз келсе, present simple'ды қолданасыз. Осы видеоның астына ссылканы қалдырып кетемін. Present simple сабағын жақсылап түсініп алсаңыз болады. Біз айтып жатқан сөйлемдердің барлығын біз болымды түрде айттық, я? Енді болымсыз түрін қарастырып көрейік. I am, I am not. You are not. We are not. They are not. He is not, she is not, it is not. Яғни, тек қана барлық болымды сөйлемнің түріне not деген, яғни жоқ деген сөзді қосып қоямыз. Және бұның да қысқартылған формасы болады. I'm not, you aren't, we aren't, they aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Мысалы, көп блогерлер өздерін мен вайнер емеспін деп айтқанын жақсы көреді, я? I'm not a viner. Мен вайнер емеспін. I am not a manager. Мен менеджер емеспін. Қыран Талапбек isn't a singer. Қыран Талапбек әнші емес. She isn't beautiful. Ол әдемі емес. Арман isn't in the park. Алмаз паркте емес. Ал сұрақ қойған кезде to be етістігі бастауыштың, яғни жіктеу есімдігінің алдына шығып кетеді. Мысалы, I am болса, am I. You are болса, are you. We are болса, are we, are they, is he, is she. Ал енді болымды сөйлем айтып, дәл сол сөйлемге сұрақ қойып көрейік. For example, Айқын Төлепберген is a singer. Is Айқын Төлепберген a singer. Жай ғана is алдыға шығып кетеді, я, бастауыштың. I am strict. Strict дегеніміз қатал деген мағынаны білдіреді. I am strict. Am I strict? Мен қаталмын ба? Қуаныш Шонбай is rich. Is Қуаныш Шонбай rich? Қуаныш Шонбай бай дедік. Содан кейін сұрақ қойдық. Қуаныш Шонбай бай ма? Арман is in the park. Арман паркте жүр. Is Арман in the park? Арман паркте жүр ма? Егер видео сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, мен берген тапсырмаларды комментарийге жазуды ұмытпаңыз. Goodbye.